Ассаламу алейкум. Сөз жастарға ток-шоуның нәубеттегі саны және эфирде. Бүгін жастарға беріліп отырған имканиятлар жүдә көп. Бірақ біз міне сол имканиятлардан пайдалану үшін құқыларымызды қай дәрежеде білеміз? Тұрмысымызда болып отырған қиын жағдайларда қай дәрежеде құқыларымызды қорғай аламыз? Біз бүгін көрсетуіміз давамында айни осы сұрауларға жауап іздейміз. Бүгін әрбір жас білім алуға, таңлауға, өз құқын қорғауға хақылы. Бірақ бұл құқылар, имканиятлар тек қана мүмкіншілік емес, ал үлкен жауапкершілікті талап етеді. Бүгін студиямызда өзінің пікіріне ие жастар һәм бізге бағдар бере алатұғын экспертлер бар. Бүгінгі жастар өздерінің құқыларын қай дәрежеде жақсы біледі. Мемлекетіміз тарапынан олардың құқылары қаншалықты қорғалмақта. Міне осы сұрауларымызға экспертлерімізден жауап тыңдасақ. Біздердің басты заңымыз Өзбекстан Республикасы Конституциясында 14 бабында шаңырақ бала һәм жаслар деп аталады. Сол баптың 79 статьясында мемлекетіміз жаслардың жеке физикалық, социалдық, экономикалық құқыларын тәмінлеуін қорғайды. Сондай-ақ мемлекеттік, жәмиеттік тұрмыста жаслардың қатынасуын қошаметлейді деп белгіленген. Сондай-ақ мемлекет жастарымыздың дөретушілік, интеллектуалық деп айтамыз, одан кейін мәдени, экологиялық жақтан рауажлану үшін олардың білім алуын, денсаулығын сақлауын, тұрақ жайға, жұмыспен тәмінлеуге, бәнділікке һәмде олардың дем алуға болған құқыларына шариғат жаратып береді деп белгіленген. Соны айтып өтіп, біздер сол конституциямызға текарлы бірқатар реформалар айтамыз, бірқатар қарар фармандар қабыл етіліп жатырды. Соның біреуін айтып өтетін болсақ, кеше 16 февраль күні Өзбекстан Республикасы президентінің 12-ші саны фарманы қабыл етілді. Оны айтатын болсақ, стратегиямыз бар. Стратегия 2030-ның таза жаңаланған редакциясында қабыл етілді. Осы стратегия 2030-да жастарға бірқатар жеңілдіктер берілген. Біздер білеміз, әзір стартаплар беріліп жатырды. IT-мен шұғылданып жатқан біздердің жастарымыз бар. Сол жастарымыздың санын 2030-ға шекем 3000 жасқа жеткізу. Одан кейін біздер айтамыз, әзір жұмыссыздық бар дейміз. Жастарымыз арасында 2030-ға шекем жұмыссыз жастардың санын 8%-ке кемейту белгіленген. Соңында және айтап отыру керек, әзір көп реформалар сол жастардың бәнділігін тәмінлеуге қаратылған, оларға стартап жойбарлар берілмақта. Айтып өтсек, 100 миллионға шекем жас істермелерімізге кредитлер берілді. Осылардың бәрінен біздердің ойлайма жастарымыз толық пайдаланып білу, сол құқынан алу, кредит алып, өзінің келешегін құруды тәмінлеу, сол өзінің құқы. Бірақ енді айырым біздердің жастарымыз бар, сол құқынан толық пайдаланып білмейді. Бірақ біздер сол жастарымыздың тура жолға түсіп, солардың құқыларынан толық пайдалану үшін біз үгіт насихат жұмыстарымызды әлбетте әмелге асырдық, асыра береміз һәм үгіт насихат жұмыстарымыз бола береді. Бүгінгі күнде мемлекетімізде халқының 10 миллионға жақын жастар құрайды. Бұл мемлекетіміздің халқының 26% дегенді білдіреді. Соның үшін қазіргі уақытта Өзбекстан Республикасында жастарға байланысты саясат мемлекет дәрежесінде көтерілген. Бұл ең біріншіден тазадан жаңа редакцияда қабыл етілген конституциямызда жастардың құқыларын қорғау бұл мемлекеттің мәжбүрияты сипатында белгілеп берілді. Одан басқа бүгінгі күндегі біз бір қатар мемлекетіміз тарапынан әмелге асырылып отырған реформаларда жастарға байланысты құқылардың, жастарға байланысты саясаттың қай дәрежеде әмелге асырылып жатқанын көруіміз мүмкін. Мысалы, апуай қылып айтатұғын болсақ, қазіргі уақытта біздердің саясат ең төменнен басланғанда, яғни махалле-бай системасынан басланады дейміз, ең төменнен, яғни сол жердің өзінде жастар жетекшісі деген лауазымның шөлкемлестірілгенлігі. Бұл яғни аймақлардағы, жастардағы машқалаларды үйреніп, бұл жастар жетекшісі, оның машқаласын сол ең төменгі қатламда шешіп, яғни сол жердің өзінде оның құқық һәм еркіндіктерін әмелге асыруға жәрдем беруші ең бірінші кішкентай система есептелінеді. Дәстепкі қадам сол жерден басланады. Дәстепкі қадам содан басланады. Қарақалпақстан Республикасы бәсекелікті рауаждандыру һәм тұтынушылар құқыларын қорғау комитеті тарапынан әр жылы март, апрель айларының ішінде жоғары оқу орындарында жастардың тұтынушылық мәдениеті сауатын асыру мақсатында семинар шөлкелместіріп барылады. Бұл семинарда сол жастарға түсініктерінен сол текарында келіп шығатын машқалар хақында сұрау жауаптар болады. Көбінен көп бүгінгі күнде біздердің комитетімізге көптеген мұражаттар келіп түседі. Солардан қарайтын болсақ, сол жастардың жаратылған жеңілдіктерге ажыратылған кредитлерден бәнділігін тәмінлеу мақсатында
алған бұйымларының уақытында келмеуі яки қандайдыр басқа товарларды алып беру жағдайлар ұшырап жатырды. Бұл бойынша біздерде мұражаттар болады. Бұл уақытта да сол жастардың тұтынушылық сауаты яки тұтынушылық білімінің сәл жетерлі болмаған себебі көрсетілген есап фактурасындағы товарменен өзінің қабыл ете алған товарларының бірдей емесліктері ұшырайды. Сол жастардың мәдениетіне сауатын асыру мақсатында әр жылы сол белгіленген график-тикарында жоғары оқу орындарында семинарлар жүргізіліп барылады. Сондай түсінбеген сұраулар болатын болса, біздің комитетімізге де өздерімізге сенім телефонымызға байланысып келмекте. Сенім телефонымыз 61-222-3011 жерде мұражатты да қабылдайды, консультация алу имканияты бар. Маслихат алу имканияты бар. Енді жастар бұл имканиятларды қай дәрежеде пайдаланып жатыр? Актуальный мәселелердің бірі бала туылғаннан бастап беріп жатқан шариғатларды, құқықтарын түсіндіріп шаңырақтан бастауымыз керек та. Шаңырақ қандай имканияттан келіп шығып, өзінің баласын қай дәрежеде жеткізе алады? Ата-ана соған тәрбиеде бірінші этибар беру керек. Бізде жастарымыз мәмлекетіміз тарапынан жаратып беріп жатқан кең имканияттарды қай дәрежеде пайдалану керек? Міне осы шариғатлар тура түсінген халда пайдаланса, мәмлекетіміз бұларға жаратып жатқан шариғатларды көз алдына келтірсең, хайран қаласың. Бұндай имканиятлар алдылар еш болмаған. Жастарымыз қараң, бұларға келешекке қайдем қойылып жатыр, стартаплар беріліп жатыр, қандай конкурстар беріліп жатыр. Хәтте кем тәмінленген шаңырақтың балаларын шет тілдерін оқыту үшін имканиятлар беріп жатыр. Пұлларын төлеп беріп жатыр мәмлектер. Хәтте қызларымызға жоғары оқу орнына кіргеннен кейін магистратураға кірсе, бұлардың контракт пұлларына мәмлекет есебінен төлеп беріп. Бұндай имканиятлар ешқашан болмаған. Сол үшін жастар мәмлекетте жаратылып жатқан имканиятларды тура түсінген алда һәм өзінің мәжбүриетлерінен білу керек. Біз маған һәммәсәт мәмлекет шариғат жаратып береді дей бермей, мәмлекет алдындағы бұқаралық вазифасын түсіну керек. Себебі имканиятлар содан келіп шығады. Сол үшін жастарымыздың қазіргі уақытта құқықтарын бірінші балалықтан бастап түсіндіруіміз керек. Сол үшін құқықтарын еледе түсіндіру үшін мектептерден бастап конституция құқық деген құқықтану пәндеріміз бар. Бұлардың еледен сабақтарын көбейту керек. Себебі балалар алдындар жоғары оқу орындарында, колледждерде, академик лицейлерде құқықтану деген пән болатын еді. Қазір бұлар алып тасталынды. Бұлар балаларға аз-маз болса да өзінің құқықтарын білуді, емесе әтрапқа тең көзбен қарауды түсіндіру керек. Себебі құқықты білген адам басқаның һәм құқығын біледі. Сол үшін жастарымыз бұл имканиятлардан елем дұрыс пайдалану керек деп ойлаймын. Студиямыздағы жастар жоғарыда айтылып өтілген экспертлер тарапынан бірме-бір атап көрсетілген имканиятлардан сіздер қай дәрежеде пайдаланып жатырсыз? Қайсы бірін өз өміріңізде реал қолдана алдыңыз? Менің атым Аланберген Файдос, һәм Instagram каналларда кредит финанс хақында блог жүргіземін. Бірінші менің қанегелігім экономист болып есептелінеді, екінші қанегелігім педагог психолог. Экспертлеріміз айтып жатыр, жастар үшін көп мүмкіншілік жаратылып жатыр. Бірақ экспертлерде мүмкіншілік жаратылып жатыр. Көп нелерді айтылып тұрды. Имканиятлар, мүмкіншіліктер бар. Мен мынандай заттарды алуға болады, бірақ қалай алуға болады? Қай жерге хабарласу керек? Қандай оны алып болғаннан кейін қандай жүргізу керек? Сондай заттар жүдә аз айтылады. Мысалы ретінде мен кредитлер хақында айтып өтемін. Адамдарға айтылады, 17,5%-дан кредит бар, жастар мен мына зат істесе болды, бар мал алса болды, бәрі істеліп кетеді. Яқ, ол малды алғаннан кейін қандай істелінеді? Бір жылда бірден сол жаңағы малдан екінші мал пайда болып, яғмаса бірден пайдаға шығып кетпейді ол. Жүдә бір қиын да ол затлар. Бір затты бастағаннан кейін ұлыма һәмме ізбезілігін әрбір қадемін түсіндіріп өту керек. Соны үгіт насихат қылып, социал тармақларда тек рәсми каналдар емес, былайынша блогерлерден солар бастау керек, сол затларды істеп бастау керек деп ойлаймын. Жастарға құқық имканиятлар хақында айтып жатырмыз, бірақ оларға жеткізіп беру хақиқатында машқала болып жатыр. Енді ол жеткізіп беруде бүгінгі күнде мемлекет іләжі барынша социал тармақларда, қалаба хабар құралдарында ол хақында мағлұматлар беріп бармақта. Енді жастардың өзінде де айып бар бұл жерде. Олар соны қамтып алу, сол құқық еркінліктерді өздері түсініп, кіттай өздері тарапынан әрекет болу керек. Мысалы, маған мынандай имканият берді, мен соны өздері істесін деген зат емес, өзім қызығу керек та ол нәрсеге. Енді неге біздерде жастар бұған онша қызықпай жатырыпты? Бұған бірнеше факторлар бар. Жастарда біріншіден ұйқылап атырған құқықтар деген бар да, сондай түсінік бар біздерде. Яғни олар елі сол құқықпенен байланыслы, яғни теориялық білімлерге елі амелиятта дұс келіп атырғаны жоқ. Яғни олар
мысалы бір жерге мұражат етіп барса, оның құқы бұзылса, сол кезде мұражатлар хақындағы нызамды оқып, ашып, іздестіріп басылайды да, соған қызығып басылайды. Яғни жастар біріншіден оған әмелиятта дұс келу керек бұл құқыларға. Сол кезде олар соған қызығып, іздестіріп басылайды. Біздер енді қолдан келгенше мемлекет айтып атырыпты, бірақ дегенмен оларға жетіп баруында хақиқатында машқалалар болып атырыпты. Мысалы, азыр социал тармақларда бір апуай контентлермен жеткізу керек та, олар расында. Мысалы, социал тармақта бірден низамның мынандай статьясы деп басылсаң, оны өткізіп береді, ешкім көрмейді ол нәрсені. Соның үшін оны апуай қызықлы формада жеткізіп беру керек, дұрыс. Енді сіз айттыңыз, айрым блогерлер оны жеткізіп беріп атырыпты және соңғы мағлұматларды. Сол жерде мен бір зат айтпақшымын. Айрым блогерлердің бұндай мағлұматларды жеткізіп беруінде ітібарлырақ болуы керек. Һәм де іләжі барынша юридик маслихатлерді іләжі барынша юридик мағлұматы бар, емаса сол тарауда қанеге болған адамлар жеткізіп беруі керек деп ойлаймын. Мысалы, мен өзім кеше жақында Instagram социалық тармағында бір видео релиз көрдім. Ода айтады, бір блогер ма, енді білмедім кім екен, сол социал тармақ жүргізуші шағыс. Ол айтып қойыпты, университет, емаса пединститут, бакалавр дәрежесінде 4 жыл сен оқысаң, сол 4 жыллық оқыған дәуірің минет стажыңа сенің қосылады деп айтты. Болғаны қысқа видео, сол минет стажыңа қосылу керек дейді. Енді бұл жерде оған білдірілген пікірлерді оқып көргенімізде, көпшілік адам наразы болып басылайды. Низамды олар қате түсіндіріп атырыпты. 4 жыллық неге онда мен университетті бітіріп барсам, неге менен онда стаж сұрайды дейді. Ал бұл жаңағы блогер оны қате түсіндіріп тұрыпты. Бұл 4 жыллық минет стажы пенсия тәминат хақындағы низамға муафиқ тек ғана біздер ертең пенсияға шығатын уақытта ғана есепланатұғын минет стажы бұл. Ол сен жұмысқа кірер кезде бұл минет стажына есепланбайды. Ол жағын түсіндірмеген. Ол жағын түсіндірмеген. Одан кейін екінші мәселе, бұл 4 жыллық минет стажы һәммеге де қосыла бермейді. Ол низамда көрсетілген норманың астында шарт болған жағдайлары бар. Оның үшін сенің біріншіден 7 жыллық ұлымалық минет стажың болу керек. Сол кезде ана 4 жыллық минет стажыңды қосып саған пенсия тайынлаған кезде есеплап береді. Яғни біздерде айрым социал тармақларда мәслихатлер беретұғын шақсылар бар, олар сол құқықларды түсіндіреді, бірақ олар қате түсіндіреді. Соның үшін бұндай түсіндірулерде біз абайлы болуымыз керек. Наразылықты келтіріп шығару мүмкін. Және бір мысал бар да, бір социал тармақта бір шақс айтады, субсидия тикарында жай алған болсаңыз, жайға төлеген бірінші дәслеркі төлеміңізден 12%-ін салықтан қайтарып алсаңыз болады дейді. Бірақ ол болды, соменен видео таусылды. Енді ол жердегі һәмме сондай субсидия тикарында жай алған адамдар салық мекемелеріне барса, салық органлары оны сияқ сізге бере алмаймыз деп айтады. Себебі салық кодексінде бұндай жеңілдік тек ғана айрым тайпадағы, айрым типтегі шақсыларға қарата көрсетілген. Һәммеге емес. Бірағында біздерде әзір социал тармақта айрым шақсылар өзіне аудитория жинау үшін, тез танылу үшін, міне сондай низамдағы айрым нормаларды шақсыларға қате түсіндіріп беріп атырыпты. Соның үшін біз бұны жеткізіп беруде тек қана сол социал тармақларда тарқату керек деген пікірді сәл ойлап көруіміз керек. Кімлер тарқату керек? Соның қанегелері тарқату керек. Сол кезде ол орынлы болады. Мысалы, сіз аз қанегесімен дедіңіз сол тараудың. Сіз мысалы сол кредит бойынша, субсидия бойынша айтсаңыз болады да. Бірақ қазір бізде сондай қанегесі емес адамларды оны жеткізіп беріп атыр. Бұл да бір машқала. Біз жастар арасында сораунама өткерген едік. Қазір бір ертте тамашаласақ, ондан соң соhbetimizді және давам еттіреміз. Ассалаумалейкум. Мәмлекетіміз келешегі біз жастардың қолында екен, әлбетте біздерден білім һәм сауаттылық талап етіледі. Яғни, біз өз құқықтарымызды аңлай алуымыз, еліміз алдындағы мәжбүриятlarымызды ұмытпауымыз керек. Демек, жастарымыз өз құқықтарын біле ме? Бұны өзлерінен біліп алсақ.
Өз құқық һәм мәжбүриятlarыңызды білесіз бе? Har bir O'zbekiston fuqarosining ushbu mamlakatda yashov huquqi bor bo'lib hisoblanadi. Undan keyin bizlar sol maktabda 7 yoshdan 18 yosh oralig'ida, ya'ni bepul ta'lim olish huquqimiz bor. Төлемлі шартнама тикарында оқуға қабыл етілген студентлер бір жылдан кейін өздерінің жақсы оқу үлгерушілігі нәтижесінде кейінгі жылы грант жеңіп алу имканиятына ие болып есептелінеді. Өз құқықтарын толық білмеймін, гәптен еркін білім алу, жасау һәм сайлауларда дауыс беру құқықтарымды білемін өзімнің. Бепул тәлім алу дейді, емлену дейді, санаториялар ашылып жатыр, соларға бару, демалу дейді. Сол құқықлар шығар еді, қай деп? Қазіргі күнде жастарға беріліп жатқан жеңілдіктердің бірі өзіңіздің жеке бизнесіңіз, яғни өзіңізге кредитлер шығарылып, үлкен жеңілдіктер беріліп жатыпты. Бұлардан har қандай жас Өзбекстан бұқарасы пайдалану құқығына ие. Өз құқықтарын білмеу қандай жағдайларға алып келуі мүмкін деп ойлайсыз? Мәселен, өзінің қалеген кәсібін таңдай алмай қалуы мүмкін, яки қанегелігін еркін таңдай алмаса, ол басқа қанегелікке алжасып кіруі мүмкін. Кейін бұл келешегіне үлкен тәсір етеді. Бірінші нәубетте құқықтық сауатқандық болмаған жерде ол өзінің мысалы үшін еркінлігін болсын, қандай да бір жерде құқын, яғни өзіне керек болған нәрсені талап ете алмауы мүмкін. Бұл көптеген машқалаға алып келеді. Құқықтарын білмей тұрып, өзінің бір қанша қате кемшіліктерге жол қою мүмкін, һәм өзіне үлкен зиян жеткеруі мүмкін да ол шақс. Өзлерінің құқықтарының бұзылуына алып келеді, һәм де адамда үлкен өкінішке себеп болады. 24-25 жас есептелінеді, бірақ жұмысқа кірді деп есептеледі. Бізде енді менталитет деген затан бар. Жас кірген кадр істесін, жас үйренсін дейді, һәм олардың минет кодексімен бекемленген жылдық минет демалысы деген қап кетеді. Жастарымыз жұмыс істейді, минет демалысына шықпайды, жылдар давам етеді. Сондай бір практикамызда болып жатырды. Мен елі минет демалысына шықпадым, мен соны қалай қорғасам болады деген сұрауларым пайда болады. Осы құқықларынан біздердің жастарымыз менталитетке қарап, қой ұятты деген зат бар. Соған қарап, ол құқыларым кейде пайдаланылмай қалады. Олар дұрыс жұмысты, сол жұмыстан шыққан уақытта, пенсияға шыққан уақытта оны компенсация қылып алуы мүмкін, бірақ әр жылы жұмыс жылы давамында сол минет демалысын алу құқы да ол һәммеміздің бұқараларымыздың сол құқы, бірақ жастарымызды менталитетке қараған уақытта қалып кете береді сол затлар. Сол затлардан өздерінің құқын қорғап, мен минет демалысын аламан деп жұмыс берушіге арзанмен мұражат етсе мақұл болар еді. Пайдалануды білмеген себебінен өзіміз көп қателікке жол қоямыз. Не үшін қателікке жол қоямыз? Себебі біздерді әрбір затты, мысалы үшін айтамыз, шипакер ауырған дегенбіз, ал юрист басымызға іс шығарып керек деп ойлаймыз. Не үшін біз басқа уақытта юридикалық мәслихат алып тұрмаймыз? Ана экспертіміз жүде бір мақсат айтып кетті. Қанегелерден юридикалық мәслихатларды алып тұрғанда әрбір адам құқықи білімді өзі байту керек. Мен бір зат істеп жатырғандықтан, мен істеп жатқан затым низамлы ма, низамсыз ба, ертең мен нені ұтаман, нені ұтқызаман. Міне жастарда сол түсінікті пайда етпесек, олар есат өлмейді. Біздерде және тәрбиемізде бір қате бір үлкен нәрсе бар да. Шаңырақта бізде балаларды тәрбиелаған уақытымызда болмайтын үйретіп тастағанбыз. Ямаса оқу орнына кірсе де әр уақытта болмайды. Мен үстелдермен отырып та солардан айтады. Не үшін бізде болмайтын үйретеміз? Не үшін болмайды? Не үшін оның себебін түсіндірмейміз да? Әрбір заттың себебін түсіндіру керек. Не үшін болады, не үшін болмайды? Жастар ортасында көп алдаушылықтарға жол беріп жатыр. Бұларға қалай, бұларға не болып жатыр? Ал соған пұлды беріп жатқанда бір неге бір юристтен бар мәслихат сұрамайды? Мынаны берсем низамлы бола ма, низамсыз бола ма? Ал беріп үстінен ақшаны ала алмағаннан кейін барып юристке барады. Ал енді бұл қандай бұл қазіргі заманға, қазіргі дүние жүзі раважланған, ілім техника раважланған уақытында жастарымыздың өзінің үстінде істемегенінен дерек береді. Себебі жастар жаратып жатқан шариаттан дұрыс пайдаланылмағанын көрсетеді. Сол үшін һәм уақытта біз жәмиетте белем біз істегенімізді бұлардың мәнісін түсіндіруіміз керек. Елем жастарға нелерге мүтәждеген, қайсы кәсіпте емаса нені істей жағында кімдерге мұражат етуді шаңырақта бастауымыз керек. Шаңырақ себебі үлкен тәрбие ошағы. Себебі шаңырақта әрбір затты дұрыс бағдарлау керек. Тұтынушы іспатында көпшілік жағдайда құқыларымыз бұзылады. Міне осы құқыларымызды қорғауға болса, айрым уақытлары әзірлік етеміз. Дөретушілік топарымызбен біргелікте осы мазмұнда видеоролик дайырладық. Әзір біргелікте тамашалаймыз.
Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, ассалаумағалейкум. Келін қызмет. Бағана асығып жүріп азанда мына көйлекті сізден алып кетіп едім. Онша ұнаңқырамай жатып алмастырып берудің ямаса пұлын қайтарып алудың мүмкіні бар ма? Ажа, біздерде сатылған затлар қайтарып алынбайды, алмастырып та берілмейді. Неге? Мен сонша пұлға сатып алдым ғой сіздерден. Енді біздердің ішкі тәртіп сондай ажаға. Ешкім сізді мәжбүрлеп берген жоқ бұны. Сатып алдыңыз, киіп көріп алдыңыз оны. Сондай да бола ма? Бір ләжін істеп берің бе еді мынаған? Ажаға сізге түсіндіріп айтып отырмын ғой. Біздерде қайтарып алынбайды, алмастырып та берілмейді. Енді не қыламын мен бұл көйлекті? Өзіңіз білесіз енді ажа. Видеоролик бойынша біз экспертлерімізден жауап естісек, мархамат. Тұтынушылар құқықтарын қорғау қандаған заң 1996 жыл 24 апрель күні қабылданған Өзбекстан Республикасында. Бүгінгі күнде алмастыру тәртібі бар товарларды тикарынан айтып өтетін болсақ, қайтарып алынбайтын товарлар да бар. Өзбекстан Республикасы Министрлер кабинетінің 2003 жыл 75 санлы қарары шыққан. Сол қарарда әрбір товарлардың бірме-бір түрлеріне қарай көрсетіп өтілген, алмастыруға болатығын, болмайтығын. Мәселен, киім-кешек бүгінгі күнде ең әмемістігін болмай қалу тәртібі. Бұл жерде сатушыға қойылатын талап, киім сататын дүканлар өзінде сол орында киімді киіп көру имканиятын жаратып беру керек. Һәм оған қарайтын айналар, басқа да қолайлықтар жарату керек тұтынушыға. Кейіннен қайтарып алынбайды деген мәселе болмайды. Бұл жерде жазып қояды, тура. Бірақ қайтарып алынбайды. Сол жазылғанын көп көреміз. Заңшылықта белгіленген. Қайтарып алынбайды деген жазуды. Қайтарып алынады қандай уақытта. Мәселен, сіз тұтынушысыз кию имканияты яки ол жерде сізге болмады, үйіңізге апарып киіп көрдіңіз. Әттен үйге барғаннан кейін адам арқайым болады, киім я үлкейіп кетеді, я кішірейіп қалу болу мүмкін. Сондай жағдайда сіз товарды басқасына алмастырып алу құқыңыз бар. Бұл жерде келіп, сізге 10 күн ішіне дейін, яки 7 күн ішіне дейін товарды апарып беріп назад болмай қалды маған. Бірақ бірінші орында тұтынушы бүгінгі күндегі ең білетін нәрсе сол товар түсерін алған ақында тасдиқлау керек. Яғни шек іләжі барынша шек алу керек. Яки бүгінгі күнде мобиль телефон арқылы төлеу шек алу имканияты бар. Сондай уақытта барып өздеріңіз қайтарып алмастыруға болады. Басқасына. Бірақ бұл жерде де сатушының құқы мемлекет тарапынан қорғалған. Оны есепке алуымыз керек. Маған мына көйлек ұнамай қалды 2 күннен кейін 3 күн. Яки маған мына костюм ұнамай қалды, пұлым қайтарып бер деген ол орынсыз болады. Яғни өлшемі болмайған уақытта алмастырып алу. Үлкеніне яки кішкентайына. Егер сізге сол мына ұнаған киіміңіз өлшемі болмай қалса, сол жерде сол магазиннен табылмай қалса, уақытта пұлын қайтару мүмкіні бар. Ал былайынша барып ұнамай қалды, болмай қалды. Бұл бойынша азық-ауқат мәселесінде қандай болады? Азық-ауқат өзі сол 24 сағаттың ішінде көрсетілген, бүгін алсаң ертеңге дейін алмастыру мүмкіні бар. Азық-ауқаттан көбінен көп қандай уақытта болады? Müracaat етсеңіз де болады, мүддет өткен затты сатып алдым, не шегі бар деп. Яки барып, ол müracaat емес, бірнеше орында орнына барып müracaat еткен мақсат еткен уақыт болады. Сол 2026 жылдың февраль айында Қарақалпақстан Республикасы бәсекелестікті жандыру тұтынушылар құқықтарын қорғау комитетіне бір müracaat келді. Бұл müracaatта тикарынан үйреніп көргенімізде бұқара косметика өнімлерін алып, оның 100 бөліміне зиян келтірілген, бұл зиянды қаплап беру бойынша тикарғы müracaаттың мазмұны. Бұл енді жаңа сауаттылық бойынша тикарына үйреніп көргенімізде бұл бұқара адвокат қызметіне барған, һәм бұл адвокат сол аризаны прокуратураға жазып беру үшін 6 миллионнан зият пұлын алған. Бір бет аризаны сөйтіп, прокуратура тиісілігі бойынша біздердің тұтынушылар құқықтарын қорғау мәселесі бойынша комитетімізге жіберілген. Енді бұның müracaатларын үйрену нәтижесінде келтірілген зиянлар қаплап берілді, себебі толық мәліметтер бар екен, медициналық жұмақлар алынған, сол кремлерден, басқа да өнімлерден зиянланған ақында. Бірақ тикарының айта жағым, сол қыздың сол адвокат қызметіне афуайы арыза жазған үшін 6 миллион пұл, былайынша қарасаңыз, сіздерге афуайы 61 222 30 11 телефонына қоңырау еткенде де сол müracaat келеді, бәрі бірдей күшке ие. Бірақ бұл жерде ойлаймын, өзінің müracaat ету құқыларын яки афуайы арыза жазу мәселелерін білмеуі
қаншалық қажетті әзір келтіріп отырыпты. Олар менің жазған арзам қабыл етілмейді деп ойлайды. Ешқандай ондай емес. Тікелей сол ауызекі мұражаттар haqqında низамда бар өзі жазба ауызекі һәм электрон тармақлар арқылы мұражат ету құқығына ие. Әммесі кепілленген бірдей күшке екен haqqında. Әмме талап етіп өз құқығын талап ете берсек, рауажлану кеп шығады. Һәм бұл жерде әмме сапалы қызмет, һәм сапалы товарларды алуға һәм солардан пайдалануға ерсеміз. Мақсат сол тек арна. Қазір уақытта мен мына блог жүргізіп жатырмын. Менің блогым кредитлер хақында, олма жастарға олма жеңілдестірген кредиттер, олма ипотекалық кредит, һәмме кредиттер хақында блог жүргіземін. Маған осы жерде жастар мұражат етеді. Жастар мұражат еткенде мен қалай аламан дейді. Кредитті қалай аламан дегенде маған 100 миллион сом ақша керек дейді. Не үшін? Мен бірінші адам бір мақсаты болу керек қой. Не үшін ала жақсаң? 100 миллионды не деп алсақ болады дейді. Не деп алсақ болады дейді. Хау, енді сіз өзіңіз мақсетлі болады да, кредитлер, мына жеңілдестірген кредит мақсетлі болады. Не үшін алып жатырсаң? Мақсетің қандай? Олма бір басында ойламай тұрып тек ақшаны алуды ойлайды. Айрым банкілерде 73 тарау кредитлер бар. Олма соған қалесен компьютер аш, қалесен шаруашылықпен шолған хакім жәрдемшісі арқылы алатын кредитлер бар. Енді соны кредит алатын кезде жанып күйіп, айне біліп тұрған кезде, айне біліп, соны мақсетлі кредитті білу керек та, жастарға соны бір үйретуіміз керек созатлар. Инстаграм болсын, YouTube болсын, сол жерлерді айтып шығу керек. Һәм расми сөйлеп жатырған қазіргі уақытта міне олма жастардан расы да, жастар расми сұлу қылып сөйлей берсе, қабыл етпейді. Қабыл етпейді, көрмейді. Апуай болу керек. Апуай қылып, һәм арасында тек бір расми жағын емес, арасында вайнам сүріп тұру керек, соған қызықарлы қылып жеткізу керек. Қазір уақытта міне ағаларымыз айтып бар, қазір естіп жатырмын да, юстиция тарапынан егерде біздер жаман зат алып қойсақ, я біздерге жаман бір продукт әкеліп қойсақ, оны алмастыруға болады екен, баруға болады. Соны болмаса өзгертуге болады. Озатларды амелиятта қандай болып жатыр? Амелиятта да бұлар мемлекеттік ішшілер көрсетіп бару керек та, сол амелиятта қандай болып жатыр? Қазір міне тарих айтып беріп жатыр, біліп жатырмын, мынау не екен? Сондай қылып айту керек та. Демек құқығымызды қорғай аламыз деген түсінік пайда болды. Низамды тек низам туралы айтылып, низам, назаттар дей берсе өтпейді. Жас үлкендердің тәжірибесінен келіп шығып, сондай бір тарихлерін, өмір тәжірибелерін айтып берсе, егер сол кезде бір адамдарға, мына жастарға бір туыры жетіп барар ма еді деген. Апуайлық һәм қысқалық бүгінгі тұрмысымызда қағида болмақта. Қазіргі күнде сол жастар социалдық тармақларда біздер қазір өз құқықтарымыздан толық пайдаланып жатырмыз, жақсы білеміз деп тұрып, бір тәреплеме қарап қалып отырған жастар көпті. Мәселен, сондай видео контент алып шығады, яки видео іздейді. Видеосында басқа бір шақстың абыройына зиян жеткізетұғын затларды айтып жатыр, ямаса додалап жатқан болуы мүмкін. Енді бұл жердегі жастарды мен тар көлемде пікірлеп жатыр деп ойлаймын да. Себебі кең көлемде һәм саналы түрде пікірлейтұғын жастар болса, өзінің құқығын жақсы біледі, һәм екінші бір шақстың құқығын хүрмет еткен халда сол құқықтардан пайдаланып әрекетленеді. Һәм біздер тек қана өздеріміздің құқығымызды біліп қалмай, басқалардың құқығына да хүрметпенен қарап әрекетленетұғын болсақ, онда мақсатке муафиқ болатұғын еді. Біздерде қазір Өзбекстан Республикасының заңшылығында тикарынан социалдық тармақлардан пайдалануды тәртіпке салып тұратұғын бірден бір низам жоқ, ондай низам жоқ. Бұл жерде социалдық тармақлардан әмме еркін пайдаланады. Біздерде сөз еркінлігі бар. Нәрседе пайдаланған уақытында біздерде шақстың қадір қымбаты, ар-намысы, абыройы низаммен қорғалады деген норма бұл конституцияда оның тикары беріледі, һәм оның жауапкершілік мәселелері бір қатар низамшылықтарда белгіленген. Мысалы, әкімшілік жауапкершілік хақындағы кодексте бар. Егер ол социалдық тармақтан біреуге сондай ар-намысына жеткізетұғын гәп айтса, оны мысалы масқараласа, абыройын төксе, сол жәбірленген адам қалеген Өзбекстан Республикасындағы құқықты қорғау органларына мұражат ету арқылы өзінің сол құқығын қорғаса болады. Яғни оны жауапкершілікке тартса болады. Әттегі социалдық тармақларда біз комментарий деп айтамыз ғой, пікірлер жазатұғын бөлімі бар. Сол жерге надұрыс пікір жазса, надұрыс дегенде бұл жерде пікірлер дұрыс, надұрыс деп бөлінбейді. Әркім өзінің пікірін айтуға еркін айта алады, хақлы. Бірағында біздің еркінлігіміз қашан шекленеді? Біздің еркінлігіміз екінші бір адамның еркінлігіне келгенде шекленеді. Яғни екінші бір адамның құқығы басыланатұғын жерде сенің құқығың тамам болады. Яғни біз
құқығым бар, сөз еркіндігі бар деп әмме затты айта бермеуіміз керек. Яғни бұл жерде біз айта алмайтұғын, біз пікірлей алмайтұғын, шақстың жекесіне өте алмайтұғын шекаралар болады. Әне сол шекаралардан өтпесе, социал тармақлардан қалегенше пайдаланса болады. Қалегенше өзінің пікірін жүрітіп, қалегенше контент қойып, видео істеп, вайн түсірсе, о нәрсеге ешқандай низамда шектеу қойылмаған. Бұл жерде тек қана шахс емес, шахс, жәмиет, мемлекет, инсаният қауіпсіздігі, қоршаған табиғи орталық, бұлардың хаммесі низам менен қорғалатұғын объектілер есептелінеді. Тек қана шахс емес та бұл жерде. Бір қанша объектілер көрсетілген низам менен қорғалатұғын. Бұл низамларда анық етіп жазылып қойылыпты. Яғни біз сөйлей жақ уақытымызда, пікір жүрте жақ уақытымызда өзіміздің пікіріміздің шекарасын не зат болады, не зат болмайды, со затты анықлап алып, кенен пікір жүртуіміз керек та. Бүгінгі күнде социал тармақларда айрым блогерлер рекламаларды көрсетіп барып жатыр. Мынаның заты мынандай, пәс, мына зат жақсы, мынау жаман деп көрсетілсе, бұл жерде де оған низамшылықта белгіленген тәртіпте жарималар қолдану белгіленген. Яғни сонда реклама істеп атырған брендінің қасында екінші брендтің абыройын төменге түсіруге, абыройсыздандыру ол реклама ақынан низамға қайшы келеді. Яғни және мен біріншімен, нөмір бірінші, біздерден басқа ондай нәрсе жоқ, ең зоры деген көрсетпелер болады. Бұл да низамшылыққа тура келмейді, себебі ешқандай оған бірінші дәрежелі лицензиясы болмаса, біріншілігін ешқандай тасдиқлап қойған болмаса мемлекет тарапынан, о уақытта олам натур реклама кеткен болады. Әрбір махалледе жастар жетекшісі сол махалле аймағындағы имканиятты өзінің махаллесінде реклама қылып білсін. Махалледе нелер бар, нелерді істей аламыз, бос тұрған жерлер бар, имараттар бар ма? Міне солардың әммесін өзінің махаллесінде істеу керек. Қандай шариғатлар бар? Мысалы үшін әрбір жастың имканиятынан келіп шық. Мысалы үшін біреуге сен қой бағасаң деймін, қой бағатын үйінде имканияты жоқ. Тауық болсын, тауық бағатын имканияты жоқ. Әрбір жастың шаңырақтағы имканиятынан келіп шығып, жастар жетекші істеу керек та. Мен сөзім социалдық тармақ қандай болу? Әрбір махалленің өзінің сайтын болу керек та. Сонда жастар не қылу керек? Өзінің бірінші сөйледі ұқы бар екен, махалледе өзінің орны бар екен. Себебі президентіміз махаллені раважландыру жолды бекардан бекар атып қойған жоқ. Себебі махалле раважланбайды, мемлекет раважланбайды. Себебі ең дүниедағы махалле институты біздің Өзбекстан Республикасында бар. Сол үшін махалле институтын көтермейді, біз қаяқтан бұл машқалалар шеше аламыз. Сол үшін жастарымызды неге бағдарлауымыз керек? Ұқын қайтып үйретуіміз керек. Машқаланы қайтып шешуді үйретуіміз керек. Міне бір мысал ретінде келтіріп өтейін. Міне көп адам соны түсінуге мысалда түсінеді адамларда, мысалда, видеода түсінеді адамдар. Жас баланың анасы келіп тұрды. Анасы айтады, мен балама кредит ала жақпан дейді. Кредит ала жақпан. Яқшы, мен келің жас баланы шақырып, не қылсам мен өзім айтаман дейді. Ол жаслар үшін істелінген кредит. Айне сол жас бала жұмыслы болсын деген істелі шығарылған мемлекет тарапынан, бәйітлігін тәмелеу үшін мемлекет тарапынан берілген жеңілістірілген зат. Оны не қылады? Анасы келеді, мен өзім істеймін дейді, ана баламның атын аламан дейді кредит. Бірақ бәрді ана бала банктегілер, айрым банклердегі бастықтары маған ілтимас етеді. Жанып тұрған, ішінен күйіп тұрған балалар болса, маған жібер, растанам бизнес идеясы болса, мен кредит шығарып береміз дейді. Бірақ көбінше мақсатсыз пайдаланады жастар. Қазір шаруа алып болсын, малды алады, ертең бірінші мониторинг өткеннен кейін мал өліп қалды, бір нәрсе болды деп жоқ қылып жібереді. Мотоцикл болсын, авария болды дейді, анау қылдық дейді. Магазин ашты, банкрот болып қалдық дейді. Бизнес планнан таярлап апару керек, бизнес планды өздері жазбайды. Бизнес планды өздері жазбайды, барады ана жерге бар, жаздыртады да апарады. Оны өзің түсініп, ішіңде бір қаныңда, ішіңде қайнап тұрмаса, рауажлануды өзіміз шекілеп қойып жатырмыз. Өзім шекілеп қойамыз. Біз нерде отырып алып айыпкерді ізлемейік. Жастар ауқамы айыпкер, жастар жетекшісінің бір өзінің қолынан есет келмейді. Махаллені айыплап атырмыз. Махалле істеп атырыпты, істеп атырған жоқ емес. Бір затта біздер жәмиетте жасап атырмыз. Жәмиет бұл бір мақсат жолында бірлескен инсанлардан құралады. Инсанлар әммесі бір жерге жиналса, жәмиет әстен ақырын рауажланады. Енді бұл жерде жастардан айыплай берген надұрыс. Жастар ең бірінші тәрбияны қайерден алады? Шаңырақтан алады. Шаңырақта оған тәрбияны кім береді? Ата-аналары береді. Яғни жасы үлкенлер береді. Бұл жерде әмме айып жастар ондай, жастар бұндай. Олардың ата-аналары зор болса, сауатлы болса, неге баласы ондай? Ондай емес. Шаңырақта отырып,
олардың ата-анасы ям со жастардың баласының ямаса қызының қандай құқығы бар, қандай мәжбүрияты бар, оларам үйрену керек, балаларына соны айту керек. Балам, сен мынандай құқың бар екен, білесең ба? Оны тек қана мұғалімлер ямаса тек қана жетекші я тек қана махалле айту керек емес қой ол нәрсені. Жастар, ұлыма инсан қай жерде көп болады. Бірінші шаңырағында көп уақытын өткізеді ол тикарынан. Кешкі ауқатты олар біргелесіп ішеді. Міне сол уақытта олардың ата-анасы ол нәрселерді оларға үйрету керек, айту керек, сен мынандай құқың бар. Қасына тек құқы емес, сен мынандай мәжбүриятың бар деген затты айту керек. Мысалы, сіздер жастар айтып жатсыз, біздердің мына құқымыз білмейміз, мына құқымыз білмейміз. Кім айыплы сенің сол құқыңды білмеуге? Біріншіден, айыпты өзіңізден ізлең. Айыпты өзіңізден ізлең. Имканият, құқыңды білу үшін имканияттың бәрі жаратылған. Интернетке кір, жаз, менің қандай құқым бар деп сора. Lexus деген бар, низамшылықлар топламы, ішін ашып көр. Құқыларың тұрпы толып со жерде. Көр, оқы, керегінен пайдалан. Саған ешкім келіп, сенің мынандай құқың бар, сен одан пайдалан дей берсе, сен рауажланбайсың. Ізденбесең, өзіңнің үстінде ізденіп, өзің сол нәрсені әмелге асырмасаң. Мемлекеттің ішінде отырған лауазымды шақсылар, мемлекет органы қызметкерлері сені әрдайым қолыңнан ұстап, жетеклеп, банкке бар, мына кредитті ал, мынау саған мал, мынаны бақ, мынаны көбейт, сөйт байы дей бермейді. Олар саған имканиятты жаратады, оны сен пайдалан. Мысалы, мен де жас болдым, елде жаспан. Мен мемлекетте жаратылған имканиятлардан жетерлі дәрежеде пайдаланған адаммын. Мысалы, стипендия болса, стипендия шығарды, іздендік, енандай стипендия бар екен, алдық. Контрактымызды төлеп беру керек, мемлекет сондай имканият жаратқан екен, пайдаланайық, пайдаландық, контрактымыз төлеп берді. Оның шартлерін сіз уақытында орынладыңыз. Орынладық. Оны орынлағанда іздендік, көрдік, бар екен, білдік, пайдаландық. Біздер студент кезде социал тармақ, интернет, онзат рауажланбаған еді, жүді қатты. Бірағында біздер соны ізденіп, тауа алатығын едік. Адам әрбір жеңілдікті, бұл тарауда қандай жеңілдік бар екен көру керек та. Оны тек мемлекет айта беру, ямаса лауазым шақс түсіндіре беру, ямаса блогерлер айта беру шарт емес. О нәрсені адам өзім іздеу керек. Менің қандай құқым бар деп отыра бермей, өзлерімсам әрекет етуіміз керек сол. Соның үшін жұма қонында соны айта жақпан, бұл жерде айыпты ешкім бір-бірінен ізлемесін, әмме біргелікте әрекет етсін, әмме сол нәрсеге алдына бір мақсат қойды ма, соған қарап әрекет етсе, сол имканиятлардан пайдаланса, әмме жетіскендікке ерседі. Дания мемлекетінде коррупцияға жол қоймау бойынша дүние жүзінде бірінші орында тұратұғын екен. Бұл жерде коррупцияға ешқандай жинаятлар жүз бермейді коррупция бойынша. Ал онан кейін Норвегия мемлекетінде суд құқық тарауы жақсы рауажланған. Ал Финляндия мемлекетінде болса, апуайы бұқаралардың құқи сауаттылық дәрежесі дүния жүзі бойынша бірінші орында тұрады. Бұл айтып өтілген көрсеткіштер не үшін, қалай пайда болғаны, қалай рауажланған деген түсінікті ізлеп көргенімізде, бұл жерде тикарғы уазипа инсан жауапкершілігі деген түсінік. Яғни инсан жауапкершілікті өзіне алады. Ол жерде инсан жауапкершілігі өзіне тиесілі болғанда, жауапкершілікті өзіне алған уақытта ғана сол жерде қарқандай тәртіп өзінің орнын табады. Күшлі жәмиет өзінің құқыларын білетұғын, һәм өзгелердің құқыларын құрмет ететұғын жастар менен қалыплеседі. Құқ тек қана низамдағы сөз емес, ол біздің келешегіміз. Біз низам һәм құқыларымызды білу арқалы әділ һәм саналы жәмиет құра аламыз. Біз міне осындай қызықты темаларды көргенде және сіз менен көрсеміз. Аман болыңыз.